Ассаламу алейкум достар, сіздермен бірге Марфуға Шапян. Әдеттегідей менің каналымда жүздесіп отырмыз. Сіздермен бірге сұрақ-жауап айдары және біздің сұрақтарымызға жауап беретін Алматы орталық мешітінің ұстазы Айнұр ұстаз. Каналыма қош келдіңіз. Сізге бүгін мынандай сұрақ қойғым келіп отыр. Жалпы мына қоғамдық моншаға баруға бола ма әйелдерге? Өзі моншаға баруды жақсы көретін адамдар болады, сондай қоғамдық моншаларда және құрбылармен кездесетіндер болады. Мұндай жағдайда дініміз рұқсат бере ме, қалай? Жалпы әйел адамдардың өздерінің арасында әурет бар. Яғни әйел адамның ешкімге көрсетуге болмайтын әурет жерлер бар. Ол кіндігі мен тізесінің арасы. Яғни кіндігі мен тізесінің арасын жауып жүретін болса, және ол жақтағы кісілер де жауып жүретін болса, ғана баруға болады. Бірақ негізі ондай жерден бас тартқан дұрыс. Өйткені басқа адамдарға жауап бере алмайды ғой. Басқа адамдар үшін жауап бере алмайды, яғни көз харамға түсіп кетуі мүмкін. Сонымен қатар өзінікінде біреу көріп қоюы мүмкін, яғни харам әуретті ашып қоюы мүмкін. Ал егерде мысалы жабық жер болатын болса, жеке кабинка немесе жеке жаңағындай банялар болатын, моншалар болатын болса, ондай жерге түсуге рұқсат етіледі. Яғни жаңа шарттар сақталатын болса, иә? Сондықтан барынша жалпы адамдар баратын моншаға бармаған дұрыс. Түсінікті. Көп рахмет, Алла разы болсын. Егер сіздерді басқа да мәселелер толғандырып жүрсе, онда осы төменде көрсетілген инстаграмымызға жазылып қойыңыздар, және осы видеоның астына пікір жазып, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Каналымда келесі кездескенше аман сау болыңыздар.